Жетінші сабақ товар іздеу Google переводчикті қолдана отырып. Мысалға переводчикке кіресіздер. Мынаны китайский упрощенный деп аласыздар. Мына жерде жазамыз. Мысалға не жазсақ болады? Мысалы ручка деп жазайық, иә? Ручка дейміз, аударамыз. Мына бір тұрған төрт бұрыштыны басаңыздар, скопировать етеді. Келесі жолы сайтқа кіресіз, жоғары жағынан басасыз. Соны вставить етеміз. И мына тұрған сарыны басамыз. Мінекей жаңағы бізге ручканың түр-түрін шығарып берді. Ручканы мен алдым бір рет, өте выгодно келеді, өте жеңіл, салмағы да аз болады және бағасы да аз. Балаларыңызға сентябрьге осылай көп етіп ручка алып қойсаңыздар, өте выгодно екен. Ручканың әр түрлері бар. Мысалға тағы да не жазсақ болады? Мысалға жазайын стакан деп, стакан. Мынаны қоясыз, өшіресіз, X-ті басып, қайттан ставить етеміз, сөйтіп поискті стакан деп жаздым, бірақ әр түрлі ыдыстар шықты. Осылай товарды екінші жол іздеу жолы